Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli jamoatul muslimin. Allah subhanahu wa ta'alaga sansız şükürler bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durud ve salavatlar bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soňundan жақсылықпен тууралыкка эргескен барша умметтерине Allah subhanahu wa ta'alaның рахмети жаусын. Allah subhanahu wa ta'ala барша жасап жатқан құлшылық ибадаттарымызды, дуа тілектерімізді қабыл етсін. Пенделікпен жіберген қата кемшіліктерімізді Алла өзі кешірсін. Алла Таала құрметті жамағат екі дүниеде құлым десін. Өйткені Алла subhanahu wa ta'ala қайсы пендеден разы болып, қайсы пенден мейіріміне бөліп, қайсы пендесін Алла құлым деп сыйласа, сол пенде үлкен жетістікке жеткені. Сол үшін құрметті жамағат, біз құл екендігімізді, яғни құл екендігімізді дегенден мақсат, біз Алланың құлы, Алланың жаратқан пендесі екендігімізді әрқашан еске ала жүрсек, соны құрметті жамағат естен шығармасақ, иншалла біз жетістікке жетеміз. Өйткені құрметті көпшілік, білесіздер, дүниеде адам баласы не Аллаға құл болады, немесе басқа бір нәрсеге құл болады. Яғни ғалымдар айтқандай, біреу мансаптың құлы, біреу дүниенің құлы, ал енді бүкіл дүниенің жаратушысы болған Аллаға құл бола білсе, Алла оған дүниені де мансапты да береді. Өйткені Алла Таала оны екі дүниеде бақытты етеді. Сол үшін құрметті жамағат, біз Алла subhanahu wa ta'alaға лайықты құл болуды арман етейік, үміт етейік, сол жолда әрекет жасайық. Жалпы құрметті жамағат, біз мынау сәрсенбілік сабақта Алла subhanahu wa ta'аланың соңғы елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның жеке басына қатысты болған түр тұлғасы, бейнесі, жүріс тұрысы, нені жақсы көріп, нені жаман көргендігі, не амал жасағандығы, намазды қалай оқығандығы, Құранды қалай оқығандығы, жалпы пайғамбар алейхиссаламның жеке басына ғана қатысты жазылынған Шамаил Мұхаммадия кітабын оқып жатыр едік. Мінекей құрметті жамағат, бір жылдан астам ба уақыт болды өтіп жатқанымызға, соңғы тақырыпқа келіп жеттік. Өткен сабақта біз құрметті жамағат пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мирасы жайында айтып өттік. Яғни пайғамбар алейхиссаламнан не мирас қалды. Сол бөлімде, яғни сол хадисте жинағы бөлімінде біз құрметті жамағат пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан дүниелік мәселе, яғни өз адам баласы дүниеден өткеннен кейін оның ұрпағы бөліп алатұғын мәселеде мирас қалмағандығын үйрендік. Енді пайғамбар алейхиссаламнан сахабалардың еске алуы мынау соғыс құралдары деп айтамыз, яғни қалқаны, қылышы, найзасы дегендей. Одан кейін тәбәррук мәселесінде, яғни киім кешегі, сонымен қатар құлдары, әйелдері артында қалғандығы, және де пайғамбар алейхиссалам өзі тірлік кезінде бірнеше жерлерден, Бани Құрайзадан, тағы басқа жерлерден, яғни жер бөліктері қалғандығы, бірақ оның барлығы құрметті жамағат пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның отбасыны асырау үшін жасалған, яғни соған қажетті нәрсесі алынып, қалғаны садақа етілгендігіні, яғни үйреніп шықтық. Бүгінгі құрметті жамағат соңғы имам Термизи рахматулла алейхтің Шамаил Мұхаммадия кітабындағы жазған соңғы бөлім, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды түсте көру мәселесі. Жалпы құрметті жамағат, түс көру деген мәселе бұл үш бөлікке бөлінеді. Яғни жалпы түс үш бөлікке бөлінеді. Біріншісі жақсы түс деп айтылады, яғни бұл Алладан, яғни Алла subhanahu wa ta'ala тарапынан болған, яғни жақсылық мәселелері. Екінші, адам қорқатұғын, адамды ойға салатұғын
қорқынышқа салатұғын түстер, яғни бұл шайтани түстер деп айтылады. Үшіншісі, құрметті жамаат, пенделікпен, яғни пенде өзінің пенделік сипатынан келіп шығып тұрып, яғни көрген түстері. Енді қиялынан, уасвасадан, яғни басқа неден келіп шығып, яғни көрген түстері болып, яғни үшке бөлінеді. Жалпы, құрметті жамаат, Алла субханаху ва тағала тарапынан болған түсте көрген кезде, яғни Аллаға мақтау, мадақ айтып, Аллаға сана айтылуы. Ал енді шайтани түс көретін болса, онда одан Аллаға сыйынып пана тілеуі. Енді пенделік түсте онда ештеңке жоқ, яғни оған еш нәрсе керек емес екендігі. Сол үшін, құрметті жамаат, яғни егер пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды түсінде көретін болса, ол жақсылық, яғни бұлай түстері, ол, құрметті жамаат, Алла тарапынан болған, яғни түс қатарына кіретіндігі. Бір мұсылман адам, құрметті жамаат, егер пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды түсінде көрсе, ақиқатта пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзін көргенмен бірдей болады деген мәселе. Яғни шайтанда бұл құдірет жоқ екендігі, яғни шайтан алейхилләна пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның суретіне, бейнесіне өте алмайтындығы. Енді осы мәселелер, құрметті жамаат, хадистерде айтылады. Жалпы бұл бөлімдегі бірінші хадис, құрметті жамаат, Абдулла ибн Мас'уд разияллаху анхуден келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді. Кімде-кім түсінде мені көрсе, ол адам ақиқатта мені көрген болады. Өйткені шайтан менің суретіме өтіп көріне алмайды деп пайғамбар алейхиссалам ескерткен екен. Яғни шайтан менің суретіме ене алмайды деген мәселеде. Құрметті жамаат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды түсте көру, әлбетте бұл, білесіздер, ғалымдар айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға шынайы ықылас, шынайы махаббаттың бір көрінісі деп те айтады. Бірақ енді, құрметті жамаат, бұл хадистерде, яғни қазір мына айтылынған хадисте шайтан менің суретіме кіре алмайды деген. Енді кейінгі хадистер келеді, құрметті жамаат, сол кезде және де бұлаған тоқталып өтеміз, осы нәрсеге көңіл бөле отырыңыздар деген мәселеде айтып қойып жатқаным. Кейінгі хадис Абу Хурайра разияллаху анхуден келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді. Әркім мені түсінде көрсе, ол әлбетте менің өзімді көрген болады. Өйткені шайтан менің суретімде көрінбейді және маған ұқсай алмайды деген екен. Осы жерде, құрметті жамаат, қараңыз, ұқсай алмайды деген, яғни менің бейнемде көрінбейді дегені. Енді суретіне кіру бір басқа, енді біздің тілде, құрметті жамаат, ол екеуі бірдей секілді болып көрінеді. Суретіне, бейнене бәрі бір нәрсе сияқты болады. Бірақ сөздік, тілдік мағыналарға келген кезде, ол екеуі екі түрлі мағына білдіреді. Суретіне кіру ол бір бөлік, бейнесі дегені, құрметті жамаат, жалпы мынау адамның түр тұлғасы бейнесі. Яғни бойы, басқа сондай барлығы, яғни көрінісі, яғни менің көрінісімде көріне алмайды деген. Алла субханаху ва тағала пайғамбарымыздың өмірінде, яғни тірлік кезінде шайтанның азғыруынан, шайтанның уасвасасынан қандай сақтап қалған болса, сондай, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды дүниеден өткеннен кейінде шайтан алейхилләнаны пайғамбар алейхиссаламның суретіне, бейнесіне, сол көрініске ене алмайтын қылып сақтап қойған дейді. Алла субханаху ва тағала, құрметті жамаат, білесіздер, пайғамбар алейхиссаламды шайтанның уасвасасынан сақтау үшін көкірек жарылу уақиғасы бар. Немесе шайтан алейхилләна ешқандай пайғамбар алейхиссаламды уасвасаға сала алмайтындығы,
немесе пайғамбар алейхиссаламды алдап, уасвасаға салып күнә іске, яғни итермелей алмайтындығы, пайғамбар алейхиссалам күнәға бармайтындығы, күнәдан маасум, яғни пәк екендігіні біз құрметті жамаат үйренгенбіз. Оқығанбыз, естігенбіз. Алла Тағала тірілік кезінде сол шайтанның уасвасасы, алдау, арбауы басқасынан қандай сақтаған болса, дүниеден өткеннен кейін де шайтан алейхилләнаны сол пайғамбар алейхиссаламның бейнесіне, суретіне кіре алмайтын қылып, пайғамбар алейхиссалам сақтап қойған дейді. Соның үшін құрметті жамаат, пайғамбар алейхиссаламды егер кімде-кім түсінде көретін болса, онда ол адам ақиқатта пайғамбар алейхиссаламды өңінде, яғни көргендей болады деген мағынадағы бір хадистер келеді. Осы жерде құрметті жамаат, өңінде көргендей болады деген сөзге ғалымдар тоқталады. Енді өңінде көру қандай болады? Кейбір ғалымдар айтады, құрметті жамаат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды біз қазір түсінде көру деп айтып жатырмыз ғой. Енді ұйқылы ояу деген мәселе бар бізде. Білесіздер, яғни ұйқылы ояу. Я ұйықтаған емес, я ояу емес. Екі ортада, яғни сол өзі ұйықтап жатқан сияқты болады, бірақ біреулердің даусын, яғни жанындағы адамдардың даусын естіп жатады. Яғни сондай ұйқылы ояу болғаны халде де пайғамбар алейхиссаламды көру мүмкін деген мәселені көтереді. Яғни егер Алла Тағала нәсіп етсе, яғни ондай жағдайда да көрілуі мүмкін дейді. Міне сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның егер кімде-кім мені түсінде көрген болса, ол өңінде де көреді деген мәселені, яғни соған теңейді. Ал енді кейбір ғалымдар айтады, жоқ, ол мүмкін емес. Яғни ол адамды, яғни пенде тірі кезінде өңінде көру мүмкін емес деп айтады. Сонда бұл жердегі өңінде көру, яғни ақиқатта пайғамбар алейхиссаламды тірі кезінде көргенде болады деген мәселе, бұл қияметтегі мәселе деп айтады. Енді қияметте пайғамбар алейхиссаламды көреді деген мәселе дейді. Сонда құрметті жамаат, жағы ұйқылы ояу, яғни өңінде көру мүмкін деген ғалымдар оған жауап береді. Яғни қияметте дейді, пайғамбар алейхиссаламды түсінде көрсе де, көрмесе де, егер лайықты үммет болса көреді дейді. Аллах Тағала нәсіп етсін сол пайғамбар алейхиссаламды көруді, пайғамбар алейхиссаламның қолынан кәусар суынан ішуді Алла нәсіп етсін. Сонда құрметті жамаат айтып жатқаны ғалымдардың, яғни ол түсінде көрсін көрмесін, егер лайықты пенде болатын болса, ол қияметте өзінен анық ол нәрсе, яғни пайғамбар алейхиссаламды көрілуі. Ол жердегі пайғамбар алейхиссаламды түсінде көрген адам ақиқатта, яғни өңінде мені көргендей болады дегені сондай деп айтады. Яғни кейбір ғалымдар түсінік беріп, дүниеден өткенге дейін түсінде көрген адам жағалай ұйқылы ояу немесе өңінде сол пайғамбар алейхиссаламды көруі мүмкін деп айтады. Енді ол құрметті жамаат Алланың қалауы. Алла қаласа көреді. Бұны құрметті жамаат Алла субханаху ва тағала егер адамның көзінің алдындағы пердені, яғни біз енді мынау түсті көру деп айтып жатырмыз ғой. Бұл ғайыпқа бір дәлел деп айтады. Ғайыпқа иман келтірудің бір дәлелі деп айтады. Өйткені түс, құрметті жамағат, жалпы ғалымдар айтады, бір неше, яғни секундта өтіп кететін нәрсе дейді. Адам түс көреді ғой жалпы. Түс көрген кезде сол көрген түстің уақыты дейді, бір неше секунд қана болады дейді. Бірақ кейбір адамдар сондай бір түс көреді, оны ұйқыдан оянғаннан кейін айтып берсе, сағаттап айтуы мүмкін дейді. Сол бірнеше секунд қана жалғасады. Сондықтан құрметті жамағат, яғни жаңағы айтып жатқандай, адам баласы түсті көруі бұл рухани мәселе деп айтады. Яғни рухани. Адамның мына көріп жатқан екі көзімен көретін нәрсе емес дейді ол. Ол рухани мәселе болғаннан кейін азғантай ғана уақыт жалғасады, бірақ ұзақ уақыт ол айтылуы мүмкін. Сол үшін құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды түсінде көру бұл рухани мәселе деп айтады. Оны басқа
басқа деген кезде енді мынау иман келтірмеген жалпы адамдарға айтсаңыз, оны түсінбейді дейді. Өйткені олар ғайыпқа иман келтірмеген дейді. Ғайыпты қабылдамайды олар дейді. Ал ғайыпты қабылдаған адам пайғамбар алейхиссаламды түсінде көруге, яғни иман келтіреді. Және де пайғамбар алейхиссаламды түсінде көрген адам өңінде де көруі мүмкін деген мәселеге ол түсініп жетеді дейді. Оны құрметті жамаат, Алла субханаху ва тағала сол адам баласының көз алдындағы рухани мәселедегі, яғни пердені алып қоятын болса дейді, адам баласы оны көруі мүмкін дейді. Өйткені Имран ибн Хусайн деген сахаба өткен, Алла разы болсын, періштелерді көреді екен. Қазір біз періштелерді көре алмаймыз ғой. Мысалы, осы отырысымыздың өзінде періштелер отырады. Пайғамбар алейхиссалам хадистері бар. Яғни егер мұсылмандар жамағаты бір жерге жиналса, ол жерге періштелер келеді деген. Мешітте періштелер болады. Одан қала берді, адам баласының өзінің екі желкесінде немесе алды артында сақтаушы періштелер болады. Біз көрмейміз оны. Бірақ Имран ибн Хусайн айтады, құрметті жамағат. Сол тарихта келеді, 30 жылдан бері мен періштені көремін деп айтты дейді. Бірақ бір мәселеде көрмей қалғандығына жайында риуаят келеді. Яғни ол да болса, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кеселді емдеу мәселесіне келген кезде, біз өткен сабақтарда өттік қой, бір сабақта өттік, яғни күйдіріп емдеуді пайғамбар алейхиссалам жақсы көрмеген. Яғни кеселді күйдіріп емдеуді жақсы көрмеген. Бірақ жаңағы Имран ибн Хусайн, Алла ол кісіден разы болсын, яғни сол кесел болып қалаттағына, мен енді соған мәжбүрмін ғой, енді соны күйдіріп емдесем болатын шығар деп күйдіріп емдеген кезде періштелерді көрмей қалды дейді. Сондағы айтқаны, құрметті жамаат, қараңыз, ғалымдардың пікірі, бір сүннетті, яғни пайғамбар алейхиссалам күйдіріп емдеуді жақсы көрмеймін деді ғой. Яғни ол да бір сүннет қой енді. Яғни бір кішігірім бір сүннетті жайында орындамағаны үшін дейді, періштелерді көре алмай қалды дейді. Енді біз, құрметті жамаат, қанша сүннетті тәрк етіп жатырмыз мысалы үшін. Өмірімізде қанша сүннетті, құрметті жамаат, орнында, жайында орындай алмай жатырмыз. Сол үшін ғалымдар айтады, яғни сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды түсте көре алмай жатқанымыздың бір себебі де сол шығар дейді. Біз дейді, қанша сүннетті тастап қойып жатырмыз дейді. Сүннет намаздардың өзін кейде, құрметті жамаат, біз парызды оқыдық, болды, сүннет енді шілей маңызды емес, қияметте сұралатын бірінші парыздан сұралады деген секілді өзімізді өзіміз жұбатудың арқасында қанша сүннет тәрк етіп қойып жатырмыз. Осы нәрсеге, құрметті жамаат, көңіл бөлу керек деп айтады ғалымдар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды, құрметті жамаат, түсте көру мәселесінде бізде қазір көп жағдайлар кездесіп жатады, яғни қалай көріледі, немесе мысалы біреу көрген болса, пайғамбар алейхиссаламды көрдім деп айтады. Сол кезде біреулер айтады, ол қаяқтан көреді, өзі намаз оқымайды, немесе өзі анандай қылып жүреді, өзі мынандай қылып жүреді деген секілді түрлі нәрселер, түрлі пікірлер, әңгімелер айтылады. Жалпы, құрметті жамаат, түсте күнәһар деп айтамыз ғой біз енді жалпы. Енді мұсылман емес деп айтпаймыз, күнәһар пенде болуы мүмкін. Күнәһар пенде де көруі мүмкін екен, құрметті жамаат. Түсті, құрметті жамаат, түсінде пайғамбар алейхиссаламды күнәһар пенденің өзі де көруі мүмкін екен. Жалпы жағы түс Алладан деген кезде, ол түс Алладан көрілгенімен, бірақ жақсы жаманда болуы мүмкін екен. И жаман адамды жақсы түс көруі мүмкін екен. Яғни түсіндегі көрілген нәрсе ақиқат болуы мүмкін екен деген мәселеде. Оған, құрметті жамаат, қараңыз, Муса алейхиссаламды уақытындағы Фирауын
Фирауын өзіне бір бала өлтіретіндігі жайында мәселені, яғни сол хабарды түсінде көрген деп айтылады. Яғни сол түсінде көру арқылы сол өзі тұрған жердегі өзінің патшалығындағы туылған ұл балдардың бәрін өлтіргізген ғой соның арқасында. Бірақ Алла Тағала Муса алейхиссаламды қорғады, тіпті өзінің өліміне себеп болатын адамды өзінің отбасында, өзінің үйінде сақтап қойды. Бірақ сол нәрсені, құрметті жамағат, жағы айтылғандай түсінде көрген дейді ол. Яғни жаман нәрсені түсінде көрген, бірақ сол нәрсе болды дейді. Кейбір риуаяттерде келтіреді, құрметті жамағат. Мысалы, Намруд патша Ибрахим алейхиссаламды сондай жағдайлар болатындығын түсінде көрген дегенде хабар келеді. Намруд та, құрметті жамағат, пұтқа сыйынды. Немесе, құрметті жамағат, жағы түсті кейбір ғалымдар айтады, бірнеше рет қайталануы да мүмкін дейді. Яғни илахи түс бірнеше рет, яғни 2-3 рет қайталанып көрілуі де мүмкін деп айтады. Оған дәлел деген кезде Ибрахим алейхиссаламды, яғни дәлел қылып келтіреді, Исмаил алейхиссаламды, яғни құрбандыққа шалу мәселесіндегі көрген түсі. Яғни тарихта келеді ғой, Құранда да, яғни бірінші күн көрді, екінші күн көрді, үшінші күн көрген кезде барып, яғни айтты баласына: мен сені құрбандыққа шалып жатқандығымды көріп жатырмын деді. Сол жерде көрдім деп жалғыздық мәселесінде айтқан жоқ дейді ғалымдар. Көріп жатырмын деп бірнеше күн көргендігін айтты дейді. Бірақ бұл, құрметті жамағат, сол жағы түс қайталану міндетті деген нәрсені білдірмейді деп айтады. Ол бір рет көрілуі мүмкін, бірақ ол илахи түс болуы мүмкін. Жаңа айтқандай, жаман адам түс көруі мүмкін, бірақ сол түстегі нәрсе болуы мүмкін, ақиқат болуы мүмкін. Яғни сол үшін, құрметті жамағат, біз жақсы білуіміз керек, түс деген нәрсені әр кімге, кез келген адамға айта беру дұрыс емес екендігіні. Енді түс жору мәселесінде Ибн Сирин деген кісі өткен, Алла рахметіне бөлесін. Түс жору бойынша ең жақсы түс жорушы деген айтылады. Яғни көп мәселеде кім қандай түс көрген болса, солардың барлығының түсін жорыған. Бірақ енді Юсуф алейхиссаламды кейесі ол Алладан. Яғни ол мұғжиза. Юсуф алейхиссалам, білесіздер, түсті жорыды. Яғни өзіні түсінде көргені 12-11 жұлдыздың ай мен күннің өзіне сәжде қылып жатқандығын көргендігі, немесе анау зынданда отырған кезде патшаның басынан, яғни құс келіп дән шоқып жатқандығы, немесе анау арық сиыр, семіз сиырды жеп жатқандығы, яғни олардың барлығы түспен келген. Ол енді Алланың мұғжизасы, пайғамбарлардың ішінде. Ал енді Ибн Сирин, ол, құрметті жамағат, кейін, яғни табиин, табиин деп айтылады. Яғни ол кісі түс жорушылардың ішіндегі ең бір тура жоритұғынның біреуі деп тілге алынады. Сондықтан, құрметті жамағат, түсті кез келген адамға айтып, яғни мынандай болды, анандай болды деген нәрсені, яғни айта бермеу керектігін айтады ғалымдар. Және де, құрметті жамағат, біреу түс көріп енді мүмкін, біреу мысал үшін кез келген адамға айтпау керектігін білместен сізге айтып қою мүмкін. Сондай жағдайда асығыстық танытып, онда мынандай болады екен, онда анандай болады екен деген нәрсеге де асықпау керек. Білмейсіз бе? Білмеймін деп қойыңыз. Я, оны түсті жору деген нәрсе өте ауыр, қиын нәрсе. Өйткені, құрметті жамағат, түстен үкім алынбайды. Яғни түстегі болған нәрседен шариғатта үкім алынбайды. Оған, құрметті жамағат, бір мысал, бір ғалым кісі, сол Ибн Сириннің, Валлаху алам, адаспасам, сол бір кісі түс көреді, түсінде пайғамбар алейхиссаламды көреді. Сөйтеді дағы пайғамбар алейхиссалам оған пәлен жерде дафина дейді. Яғни дафина деген қазба байлық.
Яғни көміп қойылған байлық. Пәлен жерде сол жердің астында дәфина бар дейді. Байлық бар дейді. Бірақ саған хумус жоқ дейді. Хумус деген, құрметті жамағат, егер кімде-кім жер асты байлығын тауып алатын болса, 5-тен 1 бөлігін өткізу. Бұл енді ол кезде байтул мал болған ғой. Қазіргі уақытта өкіметке өткізу. Яғни саған хумус жоқ бірақ дейді. Содан жаңағы кісі оянаттағына барып сол жерді көйлейді, яғни қазат, сол дәфина, яғни байлықты табады. Тапқаннан кейін ғалымдарға барады. Ғалымдарға барып ол сұрайды. Мен осындай болды, пайғамбар алейхиссалам түсіме кірді, дәфина бар деп айтты, мен барып көрдім, ақиқатта бар екен, бірақ пайғамбар алейхиссалам маған хумус жоқ деп айтты. Енді бұның мәселесі қандай болады дейді. Сонда көпшілік ғалымдар пайғамбар алейхиссалам түске кірген болса, ақиқатта айтқан болса, және де хумус саған жоқ деген болса, онда бұл сенің жеке басыңа болған қатысты мәселе, сол үшін саған хумус жоқ дейді. Енді сен төлемейсің дейді. Сол кезде Из ибн Абдиссалам деген, яғни сол уақытта ғалым болады. Соған барған кезде ол айтады, жоқ дейді. Хумус бұған бар дейді. Бұл төлеу керек дейді. Не үшін дегенде, жаңағы мәселелерді айтады, яғни ұйқыдағы мәселе, яғни түстегі мәселе үкім алуға жарамсыз болып есептеледі. Ұйқыдағы көрілген нәрсемен үкім шығарылмайды деген мәселемен, яғни оған хумус төлеуін керек деп айтады. Сол үшін, құрметті жамағат, ғалымдар жаңағы мәселеде келген кезде түстен үкім алынбайды. Бірақ ол хикмет болуы мүмкін. Оған сол арқылы, құрметті жамағат, адам түзеліп, бір жақсы жағына өзгеріп, немесе мынандай мәселе істесе болады екен ау деуі мүмкін, бірақ жалпы үкім шығарылмайды. Шариғи үкім шығарылмайды. Шариғатта, яғни пәленше түс көрген екен, осындай бұйырылған екен, немесе мысал үшін пайғамбар алейхиссалам түсінде көріпті, намаз мынандай не екен, енді сол намаз осынша уақытқа өзгеріпті, немесе мынандай оқу керек екен деген мәселемен шариғат қалыптаспайды. Яғни оған үкім шығарылмайды. Оған, құрметті жамағат, шайтан алейхиллана адамды түсте алдап та қоюы мүмкін. Енді пайғамбар алейхиссаламның несіне, бейнесіне, көрінісіне, суретіне ене алмайды, бірақ адамды алдап қоюы мүмкін. Яғни бұл мәселе, құрметті жамағат, Алла Тағаланың тарапынан сөйленіп, яғни Алла Тағала саған осындай бұйырды деген мәселеде пендені алдап қоюы мүмкін. Өйткені, құрметті жамағат, Алланы түсте көру мүмкін бе деген кезде, енді біз пайғамбар алейхиссаламды түсте көруді айтып жатырмыз ғой. Бірақ жалпы Алланы түсте көру мүмкін бе деген кезде ғалымдар айтады, мүмкін дейді. Өйткені пайғамбар алейхиссаламның өзінің бір хадисі бар, мен Раббымды түсімде көрдім деген мәселе хадистері. Ахмад ибн Хамбалдың сондай бір мәселесі бар. Ахмад ибн Хамбал, Алла ол кісінің рахметіне бөлесін, мен Раббымды түсімде көрдім дейді. Сөйтіп сұрадым дейді. Қайсы амал ең жақсы амал? Сонда Раббым маған Құранды оқу деп айтты дейді. Сонда мен тағы сұрадым дейді. Яғни Құранды түсініп оқу ма, жоқ түсінбей оқу ма деп сұрадым дейді. Сонда Раббым жауап берді дейді. Түсініп те, түсінбей де оқу, жалпы оқу ең жақсы амал деп айтты дейді. Сондықтан, құрметті жамағат, Раббымызды, яғни түсте көру мүмкін деп айтады, бірақ енді оны кейіпсіз деп айтады. Енді, құрметті жамағат, адамды алдап қою деген мәселеде мына бір адамның бір болған оқиға деп айтады енді оны. Бір әйел кісі күйеуіне келіп айтады екен да, ұйықтар алдында қағаз қалам алып келіп қойың дейді екен.
ұйықтар алдында қағаз қалам алып келіп қойып жатыңыз дейді екен. Неге десе, маған уахи келіп жатыр дейді екен. Яғни мен ұйқыдан тұрып кеткен кезде, уахи келіп ұйқыдан тұрып кеткен кезде мен айтам, сол кезде сіз жазып қоясыз дейді екен. Ұмытпау үшін. Сөйтіп, жағы кісі күйеуі бір досын айтқан ғой. Осындай болып жатыр. Әйелім пайғамбарлық, яғни уахи келіп жатыр деп айтты десе, яғни досы енді білімді, сәл шариғаттан хабары бар болса керек. Қандай пайғамбар деген ғой. Біріншіден, әйелден пайғамбар келмейді. Екіншіден, пайғамбар келу тоқтаған. Ол шайтанның алдауы деген ғой. Сөйтіп, біраз уақыт арадан өткеннен кейін кездесіп қалған ғой енді екі дос. Сөйтіп, екіншісі сұрайды дейді. Әйелім уахи келіп жатыр деп айтып жатыр дегеннен, не болды әйелің? Уахи әлі келіп тұр ма? Жоқ, келмей жатыр ма деген ғой. Сөйтсе, дос айтады дейді, қайда деп айтады дейді. Ары қарадым, бері қарадым. Күнде ұйқыдан тұра салып уахи келіп, жазып қой, үйт дей берді. Ақырында бір күні басына бір ұрғаннан уахи тоқтап қалды деп айтады дейді. Сол сияқты, құрметті жамағат, ол шайтанның алдауы болады. Шайтан адамды алдап қоюы мүмкін түс арқылы. Сол үшін түске сеніп қалмау керек, немесе түсті білмейтұғын бір адамға айтып, оны жортпау керек. Алла субханаху ва тағала барша жасап жатқан құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін. Құрметті жамағат, бұл жалпы кітабымыздың соңғы бөлімі, бірақ бұл жерде қазір екі хадис қалды. Осы түс жору мәселесінде. Енді құрметті жамағат, кейінгі сабақта біз түсті жорған кезде қандай болу керек? Яғни пайғамбар алейхиссаламды көрдім деп барлық адам айтуы мүмкін. Бірақ ақиқатта пайғамбар алейхиссаламды ол көрді ме, көрмеді ме? Оның өзінің мәселелері бар. Соған қатысты болған хадис бар. Одан кейін түстің және бір хадис бар. Ар жағында құрметті жамағат, жалпы кітапты имам Тирмизи рахматулла алейх екі бір ғалымның осы жалпы білімге қатысты болған пікірімен аяқтайды. Иншалла, құрметті жамағат, бізде кейінгі сабақта сол хадис және ғалымдардың пікірін айтумен кітабымызды аяғына жеткіземіз. Алла субханаху ва тағала алып жатқан білімдерімізді арттырсын, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуына, қабыл болған амалдарымыз арқылы екі дүниеде Алла Тағаланың мейіріміне, рахымына бөленіп, пайғамбар алейхиссаламның шапағатына лайықты болуды баршамызға нәсіп етсін.